Едіге тауы Қарағанды облысы Ұлытаудың оңтүстік-батысында орналасқан. Іргетасы кристалды тақтатас, гранит, құмтас, профилит, конгломераттан түзілген. Тау бөктерінен бірнеше ұсақ өзендер мен бұлақтар бастау алады. Бозғылт қызыл топырағында үш қат, тобылғы, итмұрын, баялыш, арша, жусан, боз, бидайық өседі. Тау баурайы мал жайылымына пайдаланылады. Таудың шыңында ірі тастардан салынған, жоспары бойынша дөңгелек болып келген құрылыс бар. Құрылыстың солтүстік жағында таға тәрізді, ұзындығы шамамен 3 метр, ал ені 2 метр болатын тас төселген. Ел арасында сақталған аңыздар бойынша бұл жерде Алтын Орданың әмірі Едіге би мен Алтын Орданың ханы Тоқтамыс жерленген. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шежіресінде Едіге тауының басы аманат орны екендігі айтылады. Едіге өлерінде баласына баба түкті шашты Әзиздің қасына апарып жерлеуді өсиет еткен. Дегенмен бұл өсиеттің орындалғандығы жайлы ақпарат жоқ. Едігенің сүйегін Ұлытауға аманат қойған екен дейді Мәшһүр Жүсіп. Қазіргі кезде Едіге тауы адамдардың зиярат ететін қасиетті орны болып табылады.